Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қабдеш Жұмадиловтың «Тағдыр» романы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну. Қабдеш Жұмадилов 1936 жылы 24 сәуірде Қытай Халық Республикасының Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданы Тарбағатай аймағында дүниеге келген. 1944 жылы 1947 жылдары бастауыш мектепте оқып, Шәуешек қаласындағы 7 жылдық қазақ мектебінде білімін жалғастырды. 1956 жылы Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінде оқиды. 1980 жылдардан бері шығармашылықпен айналысып келеді. Ұлттық әдебиетке сіңірген еңбегі бағаланып, бірнеше мемлекеттік марапаттарға ие болады. Қабдеш Жұмадилов әдебиетіндегі алғашқы қадамын поэзиядан бастады. 1954 жылы Шыңжаң газетінде алғашқы өлеңдері жарық көрді. Шұғыла журналында Жамал атты тырна қалды әңгімесі жарияланады. Алғашқы өлеңдер жинағы Жас дәурен деген атпен жарық көрді. Тағдыр романы 1988 жылы жарық көріп, 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Роман 1884 жылғы Шәуешек хаттамасында бекітілген Ресей патшалығы мен Цин империясы арасындағы шекара бөліс туралы. Бұл оқиға екі алып империя арасындағы жер бөлісі ғана емес, Шығыс Түркістанды мекен еткен қазақ халқында екіге айырған тарихи оқиға болды. Жазушы осы кезеңде шекараның арғы бетінде қалған халықтың тағдырын тақырып етіп алған. Романның бас кейіпкері Демежан тарихта болған тұлға. Жазушы ел үшін қызмет етіп, жанқиярлыққа барған адамның өмірі арқылы бүкіл бір кезеңдегі халықтың тұрмыс тіршілігін бейнелейді. Ол тек қазақ халқына тән жақсы қасиеттерді, әдемі дәстүрлерді, әдет ғұрыпты ғана емес, сол тұстағы қазақ қоғамында орын алған алауыздық пен рушылдық секілді қасиеттерді де шынайы көрсете алған. Балалар, енді алдыңғы алған ақпараттар бойынша сіздерге сұрақтар беріп отырмын. Осы сұрақтарға жауап бергеннен кейін кері байланыс жасап жіберейік. Білім пирамидасы әдісі бойынша. Ең бірінші өздеріне есте сақтайтын ең қажетті ақпарат қандай алдыңдар, менің көбірек білгім келетін екі мәлімет жазыңдар, мені қызықтырған 3 ақпарат, мен білген 4 мәлімет. Үйге тапсырма: қазағымның дәстүрі эссе жазу. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.